Ережеп айының келуі қасиетті Рамазан айының жақын қалғанын білдіреді. Құрметті достар, каналға жазылып видеоны толық көріп қолдап отырсаңыздар. Ал ендеше жалғастырайық. Ережеп айы біздің асыл дініміз исламдағы 4 тыйым салынған айдың бірі болып табылады. Неге тыйым салынған айлар деп аталады деген сауал туындауы әбден мүмкін. Бұл сұраққа жауап ретінде келесіні айтуға болады. Арабтардың исламға дейінгі дәстүрі бойынша осы айларда Қағба аймағында адам өлтіруге, ұрыс шайқастарға, тіпті аң аулауға тыйым салынған болып есептелген. Яғни, адамдардың қанын төгу былай тұрсын, аңдардың да қанын төгуге тыйым салынған құрметті айлар. Бұл айды тағы да Раджаб әл-Фард, жалғыз ережеп деп те айтады. Өйткені аталмыш ай мұсылман күнтізбесінде өзге тыйым салынған, бірінен соң бірі келетін Зулқағда, Зулхижжа және Мұхаррам айларынан бөлек келеді. Ережеп айы осы 3 айдан соң 5 айдан кейін ғана келеді. Ережеп айында Алланың қалауымен пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, көкке көтерілуі Миғраж түні орын алған. Исламға дейін арабтарда ережеп айында пұттарға құрбандық шалу дәстүрі болған. Ислам дініміздің келуімен бұл дәстүрдің көзі жойылған. Алла тағала қасиетті Құранда былай айтқан: расында Алланың қасында көктер мен жерді жаратқалы Алланың кітабындағы айлардың саны 12. Бұлардан 4-еуі құрметті айлар. Міне осы беріктін. Онда бұл айларда өздеріне зұлымдық етпеңдер. Сондай-ақ мүшриктер сендермен түгел соғысқандай сендер де олармен түгелдей соғысыңдар. Әрі расында Алла тақуалармен бірге екенін біліңдер. Аталмыш аятта айтылған өздеріне зұлымдық етпеңдер деген сөз күнә жасамаңдар дегенді білдіреді. Алла тағала өз қалауымен осы 4 айды қадірлі еткен, әрі мүміндерге бұл айларда күнә жасауға тыйым салған. Алайда қалған 8 айда мүміндер емін еркін күнә жасай беруіне болады деген сөз емес. Тек осы қадірлі айларда жасалған күнәларды Алла тағала ерекше жек көретіндіктен. Алла тағаланың бізге нәсіп еткен қадірлі 4 айында өз амалдарымызға анағұрлым есеп беріп жүрейікші. Жүрегімізбен жанымызды ретке келтірейік. Өмірімізбен жасап жүрген кәсібіміз туралы ойланайық. Өзге адамдармен қарым-қатынас жасағанда не айтып, не қоятынымыз туралы ой жүгіртейік. Құранға деген ілтипатымызды дұрыстайық. Енді ережеп айын пайдалы өткізуге септігін тигізетін негізгі 6 амалды келтірсек: бірінші, ниетімізді қолға алайық. Әрбір амал ниетке байланысты іске асады. Сол себепті бірінші кезекте біз өзіміздің ниетімізді жөндеуіміз керек. Екінші, кешіріп әрі кешірім сұрайық. Алла тағаланың өздеріне зұлымдық етпеңдер деген сөзін есімізден шығармайық. Шынайы түрде тәубемізге келейік. Алла тағаладан кешірім сұрайық. Қасиетті Рамазан айын таза жүрегімізбен қарсы алуға тырысайық. Еш ақаусыз, күнәсіз жүрек жеңіл құлшылық етудің кепілі. Үшінші, бірнеше күн қатарынан нәпіл ораза ұстайық. Алла елшісі ережеп айында нақты мына күндері ораза ұстаңдар деп айтқан емес. Сол себепті ораза ұстау сүннет болып табылатын дүйсенбі және бейсенбі күндері ораза ұстай беруімізге болады. Осылайша біз ағзамызды ораза ұстауға дайындаймыз. Төртінші, нәпсімізді ауыздықтайық. Нәпсіміздің қисынсыз назымен таусылып бітпейтін тілектерін орындаудан бас тартуды бастайық. Қажеті шамалы, мол тамақтан өзімізді тыйып, қарапайым тағамдарды ішіп жеуге тырысайық. Нәпсіміздің арман тілектерін жете танып білуіміз өте құнды қасиет. Нәпсінің айтқанын істеп, айдауына шауып жүре бермей, оны ауыздықтап ұстайтын кез келді деп біліңіздер. Бесінші, қайырымдылықты ұмытпайық. Осы айдағы қайырымдылықтың ерекше құны бар. Алла тағала разылығына қол жеткізу үшін өзіміздің әліміз жететін қайырымдылықпен айналысайық. Көршілерімізге тамақ дайындап беру, не болмаса үй шаруасына қолғабыс етуде қайырымдылық болып табылады. Алтыншы, дұға жасайық. Алла тағаладан кешірім сұрап, өткен Рамазан айларында ұстаған оразаларыңыздың қабыл болуын тілеңіз. Сонымен қатар, Алла, ережеп және Шағбан айларында бізге береке бер, бізді Рамазан айына жеткізе көр деп дұға етіңіз. Біздің міндетіміз ерекше. Алла тағала бізді мұсылман етіп жаратты, әрі исламды біздің дініміз етті. Біздің міндетіміздің ерекшелігі Алла тағаланың қалауына бойсынуымызда. Біле білген адамға бұл деген үлкен құрмет әрі үлкен жауапкершілік. Құрметті достар, видео ұнаса лайк басып пікір қалдырып кетіңіздер. Бізге жазылып видеоларды көргендеріңіз үшін Аллах разы болсын. Рахмет.